әңгімелер, аңыз ертегілер айтып, жақсы тәрбие беріп өсіруде. Оның куәсі бүгінгі біздің сыныбымыздағы ақылды қызымыз Медина әжесімен бірге бізге ертегі айтып береді. Тамашалаңыздар Мединаны әжесімен. Ал енді бүгінгі күні мынау бірінші сынып оқушылары әліппеменен қоштасып, ана тіліменен достасып жатыр. Құтты болсын. Мерекеден мерекеге аман есен жете берсін. Мынау енді салт дәстүрімізде жалпы бар ғой, енді осыны ұмытып бара жатқан мынау ертегі, мынау әжеменен немеренің арасындағы ертегіні еске салып жатсыз. Көп рахмет. Немереге ертегі айту деген бұл әуелден біздің салт дәстүрімізде бар. Сондықтан да біз бүгінгі күні мен осы Медина немереме Мақтағыз ертегісін екеуміз бірге айтқалы отырмыз. Мынау кішкентайынан айтқанын есінде қалған болса, қазір сіздерге жеткізеді қызым. Ерте заманда мынау Мақтағыз бен мысық болыпты. Ары қарай қазір қызым жалғастырады. Мысығымыз жоқ. Қақта. Мана әрсен. Мақтағыз үйін жинап отыр. Жинап жүргенде мүйіз табылады. Ол мүйізді мысығым деп шақырады. Сосын мысығы келмей қалады. Сосын мүйізді ол жеп қояды. Сосын мысығы келіп айтады: "Сен неге мені шақырдың? Мен бір мүйіз тауып сен келмей тұрғанда мен оны жеп қойдым." Сосын ол мысығы сүтін төгіп тастайды. Сосын Мақтағыз құйрығын жұлып алады. Сосын Мақтағыз маған сүт алып келіп бер дейді. Ол мысығы сиырға барады. Сиыр маған сүт